Құрметті тыңдармандар, біз қазақ емшілігінде көп кезігетін рецепттерді үздіксіз жариялап отырамыз. Біздің еңбегімізді ескеріп, біздің осы каналымызға жазылып, осы емдердің көпшілікке тарауына, көпшіліктің білімді болып, өздері емдеп алуына көбірек пайдаларыңыз тию үшін бұл каналды өздеріңіз ғана көріп қоймай, саусақтарыңызбен бір түртіп жазыла кетсеңіздер, және мұның елге тарауына көбірек үлес қоссаңыздар деп үміт етеміз. Бұл емдік рецепттер қазақтың ежелгі заманнан келе жатқан дәстүрлі байлығының бір түрі. Сондықтан қазақтың емшілік саласындағы осы байлығын жоғалтып алмауға күш сала жүріңіздер. Жабайы бұршақ. Бұл көп жылдық шөптектес өсімдік. Сиыр жоңышқа, тышқан бұршақ деп аталады. Биіктігі 100 см, тәпәлдері 50 см болады. Сабағы өрмелей өседі. Көп бұтақты, қырлы болады. Қауырсын тәрізді, күрделі жапырақты. 7-8 жұп ұсақ жапырақтары кезектесіп өседі. Жапырақтың екі бетінде де түкшелері болады. Жапырақ өсетін сағағының үш жағы иірілген, шашақты болады. Шашагүл шоғыры қолтықтай өседі. Гүлі көбелек тәрізді, қара түсті келеді. Тау беткейі, өзенді сайлардың дымқыл жерлері мен қалың бұталар шөптерінің арасында өседі. Жабайы бұршақтың сөлі дәрі болады. Шөбін жазда жұлып алып, жаз күйінде немесе кептіріп дәрі жасайды. Ем болатын аурулары. Бірінші рецепт. Жел қоздырған жедел созылмалы буын қабынуына буын ісіп кеткенде 9 грамм бұршақты суға қайнатып ішеді. Сонымен бірге жабайы бұршақтың белгілі мөлшерін суға қайнатып ауырған буынды жуады. Екінші рецепт. Соғылып жарақаттанғанда және жарақаттанған жердің ісінуіне 9 грамм жабайы бұршақты суға қайнатып ішеді. Немесе жас шөбін жаншып ауырған жерге таңады. Үшінші рецепт. Етке сулы бөртпе шыққанда жабайы бұршақты, жабайы ермен жапырағын бір саларды, әрқайсысынан 9 граммнан суға қайнатып ішеді. 9 грамм жабайы бұршақтың қайнатпасымен ауырған жерді жуады. Жауқазын. Жауқазын көп жылдық ұсақ шөптектес өсімдік. Ерте көктемде шығады. Биіктігі 5-30 см. Шар формалы. Жер асты қабыршақ сабағы, сыртында қоңыр түсті перде тектес қабыршақтары бар. Жер үсті сабағы тек бұтақсыз болады. 2-3 жапырағы сабақтың түп жағында өседі. Жіңішке ұзын таспа тәрізді түзу жүйелі, бүтін жиекті жапырақ түбі созылмалы болады. Шабақты орақ тұрады. Қауашақ жемісі ұзын, дөңгелек формалы, 3 қырлы келеді. Тау беткейлері мен егістік араларында өседі. Жауқазынның қабыршақ сабағы дәрі болады. Көктемде қазып алып, тазалап немесе қайнатып, бөрттіріп, алып, кептіріп, сонан кейін талқандайды. Ем болатын аурулары асқынған шиқанға, лимфа туберкулезіне және дененің сарғаюына қолданылады. Бірінші рецепт. Тамақ бездері қабынғанда 15 грамм жауқазынды қайнатып ішеді. Екінші рецепт. Ісік пайда болғанда жауқазынды жаншып, шыққан ділін жараға жағады. Пайдалану мөлшері 3-6 граммнан аспау керек. Құрамында алкалоид, крахмал бар. Жауқазынның азырақ уы болады. Сондықтан пайдаланғанда абай болған жөн. Уланудың белгісі: жүрек айнып құсады, дене қызады. Тамаққа тәбет тартпайды. Мұндай жағдайларда дәрі ішуді тоқтатқан жөн. Жаужұмыр. Жаужұмыр көп жылдық шөптектес өсімдік. Биіктігі 50-100 см. Сасықтау иісі бар. Тамыры жуантық, қырлы жұмыр болады. Тамырының жоғарғы бөлігі көлденең қыртысты жарып қарағанда ақ түсті келеді. Көп бұтақты, қысқа сабақты жапырақ қарама-қарсы кезектесіп орналасқан, жұмыртқа формалы немесе қандауыр сияқты болады. Жоғарғы жағының жапырақтары аз, кішілеу болады. Гүлі сабақ басында немесе жоғарғы жағындағы жапырақ қолтығында өседі.
Qo'ng'irov tәрізді kөгілдір ақ түсті болады. Үш ойықты қавашақ жемісінің сыртынан жапырақ тостағаншасы қоршап тұрады. Жаужымыр сайларда, тау беткейлерінде, орман ішінде және ылғалды жерлерде өседі. Тянь-шань және Алтай тауларында да көп болады. Жаужымырдың тамыры дәрі болады. Тамырды күзде қазып алып тазалап кептіреді. Ем болатын аурулары, дене әлсіздігіне, қан аздыққа ем болады. Халық емшілері ауру адамды шілде-тамыз айларында қазып алынған жаужымыр тамырымен 9-15 күн немесе 21 күн мөлшерінде емдейді. Шартты күндер ішінде 150 грамм мөлшердегі жаңа қазып алынған жаужымыр тамырын сиырдың жілік етіне қосып қайнатып, ет сілікпе болып піскенде аздап жеп, сорпасынан 1-2 кесе ішеді. Тамақты сіңіру үшін күніне бірнеше рет қымызды сусын орнына ішеді. Екінші рецепт: көкбауырдың, асқазанның және дене әлсіздігіне 20 грамм жаужымырды, 3 грамм қызыл мияны, 9 грамм бәйжуды суға қайнатып ішеді. Үшінші рецепт: қан аздыққа жаужымырдан 15 грамм, өңделген сары миядан 30 грамм, алақаттан 15 грамм, есек желімнен 9 грамм, ақ шұғынықтан 9 грамм, өңделген қызыл миядан 3 грамм, жыланнан 3 дана қайнатып ішеді. Төртінші рецепт: жас баланың тамаққа тәбеті тартпағанда 9 грамм жаужымырды, 3 грамм қуырылған бәйжуді, 3 грамм қызыл мияны, 6 грамм қуырылған долананы, 6 грамм арпа өркенін қайнатып береді. Пайдалану мөлшері 9-12 грамм. Жаужымырдың құрамында сабын гликозиті, қант, аз мөлшерде жаужымыр сілтісі бар. Жалбызда көп жылдық чөптектес өсімдік, биіктігі 80-100 сантиметр, кейде 1 метрге дейін өседі. Өн бойынан хош иіс аңқып тұрады. Сабағы 4 қырлы, қуыс өзекті, буынды болады. Жапырақ қарама-қарсы орналасады. Кең қандауыр тәрізді болады. Сопақша жапырақ жиегі ара тісті келеді. Жалбыз тау шатқалдарында, сулы аңғарларда, жазық жерлердегі арық жағалауларында, бастау бастарында, сазды жерлерде өседі. Жалбыздың жер үсті бөлігінен дәрі жасалады. Оны жаз маусымында гүл ашудан бұрын орып алып, көлеңкере кептіреді. Дәмі ащы, уысыз болады. Ем болатын аурулары: бірінші рецепт: ыстық тұмауға 9 грамм бір саларды, 4,5 грамм екпе қараөлеңді, 6 грамм үшқат гүлін, 3 грамм қоңырау гүлді суға қайнатып ішеді. Екінші рецепт: белгілі себептерден ішкі органдардың ыстығы көтеріліп, көз қызарып іскенде, ерінге ұшық шыққанда жалбыздың 10 граммын суға қайнатып, күніне 2 рет ішеді. Үшінші рецепт: жас балаларға қызылша шығып денесі қызғанда, жұтқынша қызып ісінгенде, дауыс қарылыққанда 3-4 грамм жалбызды қайнатып, суына аздап қант қосып ішкізеді. Төртінші рецепт: жас бөбектерге тұмау тиіп, денесі қызғанда, жас жалбызды тиісті мөлшерде алып суға бұрқ еткізіп қайнатып, 1 метрдей көк түсті шүперекті жалбызшалап, баланы орап қалыңдау жауып терілетеді. Бұдан кейін дене ыстығы біртіндеп қайтады. Бесінші рецепт: қызылша шығып қызып жөтелгенде 3 грамм жалбызды, 6 грамм тұт ағашы жапырағын, 3 грамм қоңырау гүлді суға қайнатып ішеді. Алтыншы рецепт: мұрыннан қан тоқтамағанда жас жалбызды жаншып, суын шығарып, мұрынға тамызады. Егер кепкен жалбыз болса, аздап суға қайнатып, суына мақтаны шылап, мұрынға тығады. Жетінші рецепт: құлақ ауырғанда жас жалбызды жаншып, шыққан шырынын құлаққа тамызады. Пайдалану мөлшері 3-9 грамм. Жалбыздың құрамында ұшпа май құрамында жалбыз спирті, ментон және жұмсартқыш заттар бар. Жарғанат жарғабақтың қараңғы тесіктерін, жар қуыстарын, үйлерін, дөдөгөлерін мекен етеді. Жаз және күз мезгілінде күндіз демалып, түнде шығып, жәндіктерді ұстап жеп қоректенеді. Ал қыста ұйқыда болады. Жарғанаттың құлағы, еті дәрі болады.
жылдың 4 mezgilinde birde жинап alıp tazalap keptiredi. Däme aşçı uğsuz boladı. Em bolatın aurulary jambas suyek, bel, usak buğundar avurganda, soğuktun saldarına denede sık payda bolganda, jarganattın etini silikpe etip pisirip sorpasını içse em boladı. Ekinci retsep, jarganattın etini ösümdük mayымен kosup pisirip mayın sal kaltıldak bolgan adamlarga jaksa auruğu жазылады. Üçüncü retsep, jarganattın etin suga kaynatıp pisirip sorpasın kuğuğa tutulgan er adamdardın nesep jolunun ağzına tamızsa toktap kalgan nesepte жүрgüzedi. Jarganattın meyin piyaz suымен kosup közge tamızsa közden jas ağudu toktatadı. Balga kosup közge tangsa közdün ağın jogaltadı. Jarganat kumalağı, embolatın aurulary. Birinci retsep, jarganattın kumalağın küydürüp külün arakpen içse iştegi ölü balanı түсüredi. Ekinci retsep, jarganattın kumalağın kuvurup jese tüberküloz jarasına çipa boladı. Üçüncü retsep, 3 tane jarganat kumalağın жылы arakka ezip içse urulup soğuludan bolgan jarakatların avurganın basadı. Bir neçe ret içse жазылады. Dördüncü retsep, kumalakты kuvurup katısты därilerime kosup suga kaynatıp suvun içse em boladı. Beşinci retsep, gün aralatıp ustaytın bezgekке 9 dana jarganat kumalağın aşkarında arakpen içse bezgekten ayıgadı. Altıncı retsep, jarganattın keptirilgen etin talkandap 3 gram untagın arakpen içse uzakka sozulgan jötöldi жазады. Жетінші retsep, tis qaksaganda jarganattın kumalağın talkandap tiske basadı. 8. retsep, kumalakты күнжіт mayına aralastırıp dezinfeksiyalap kulakka tamızsa kulaktagı buluktu tiyadı. 9. retsep, kumalakты talkandap koltukka sepse kolangsany joyadı. Paydalanım ölçeri 3'te 5 gram. Jarganat kumalağının kuramında nesep kışkılı az mölçerde vitamin A var. Çabayı dolana. Çabayı dolanı japırak dögötün kişiliği buta tektes ösümdük. Biyiktigi 2 metreden asады. Butaklarında uzun tikenleri var. Japırakları kezektesi bornalasada. Sopak döngölek derizi 3 ayrıktı bolup keledi. Jiyeginde ara tisteri var. Kalkança gül çoğuru basın dösedi. Gülü ak tüstü nemesi solgun kızıl tüstü. Çiğdek cemisi aşık kızıl tüstü boladı. Dolanı tavlı yerlerde, tav angarlarında, kalın buta arasında, özün jagasında ösedi. Dolananın cemisin, japırağın, tamırın, gülün därige paylanады. Cemisi küzde piskende jinap alıp keptiredi. Odan keyin kuvurup solgun sarı tüstü bolganda paylanады. Japırağında küzde jinap alıp keptirip saktaydı. Gülün gül açkan kezde jinap kölünküde keptirip däri jasaydı. Dolananın kasiyeti kışkıl dämde uğsuz boladı. Embolatın aurulary. Birinci retsep, as qortu kızmeti buzulganda kuvurulgan dolana, kuvurulgan arpa örkönü, lobo oruğu, mandarin kabığından 9 gramdan suga kaynatıp içedi. Dizenteriyaga dolana men kara çekirden 30 gramdan suga kaynatıp gününe 2 ret içedi. Üçüncü retsep, bosangandan keyingi iş avurganlıkka 60 gram kuvurulgan dolananı 3 gram aksarını 9 gram arpa bediyandı suga kaynatıp gününe 2 ret içedi. Dördüncü retsep, çay ornuna tisti mölçerde dolana gülün içse kan kısımını tömendetedi. 5. retsep, taspa kurtlu tüsürü üçünde kollanıladı. 1 kilogram dolananı yağını kepkeninin 500 gramda. Tukumundan tazartıp түшкү saat 3'ten bastap keşke saat 10'ga değin jep tausu gerek. Keşke tamakты jemeu gerek. Sol günü tаңертең 60 gram жаңғақты suga kaynatıp saat 10'da 1 stakanını içip jatıp dem aluu gerek. Eger үлкен deret keletindey bolganda 1 mezet kechiktirip oturgan jön. Onday bolmaganda kurt tügöl түспейdi. Eger kısты günü bolsa жылы suga үлкен deretke oturgan jön. Üytkönü kurt soğukta jıyırılıp tügöl түспей kaluu mümkün. Paydalanım ölçeri 9'da 15 tamırından 30'da 60 gram. Çaprağımın gülü tistim ölçerde alınады. Cemistin kuramında vitamin C, alma, kışkılı, kant var.
Жауын құрт, қызыл құрт деп те аталады. Құрт бастау ылғалды, қара топырақты жерлерді мекендейді. Жауын құрттың бүкіл денесі дәрі болады. Құртты жаңбыр жауып өткеннен кейін жер бетінен жинап алады. Жауын құртты кептіріп дәрі жасайды. Бірінші рецепт кеңірдекшелердің қабынуына демікпеге кептірілген жауын құртты ұнтақтап 3 грамнан күніне 3 рет қайнаған сумен ішеді. Екінші рецепт жоғары қан қысымы ауруына да ем болады. Тірі жауын құртын тегештегі салқын суға салса, ішіндегі лай қоқыстары шығып тазаланады. Содан кейін оны сақтап турап 2-3 тауық жұмыртқасын қосып қуырады да қан қысымы төмендегенге дейін күн аралатып жейді. Үшінші рецепт жарым дененің жансыздану ауруына жауын құрттан 9 грамм, шаяннан 6 грамм, қызыл шұғынықтан 12 грамм, мақсардан 9 грамм, сайсағыздан 12 грамм суға қайнатып ішеді. Төртінші рецепт кеңірдекшелер қабынғанда, тыныс тарылғанда, сырылдағанда, жөтелгенде 75 грамм жауын құртына 9 грамм ащы өрік дәнін қабығын алып тастаған соң қосып талқандап 6 граммнан күніне 2 рет қайнаған сумен ішеді. Бесінші рецепт қуық тұтылғанда жауын құртын суық суға жуып тазартқан соң оны езіп шырынынан жарым шыны ішу керек. Алтыншы рецепт құлақтан қан аралас ірің аққанда кепкен жауын құртты талқандап ұнтақты құлақтың ішіне үрлейді. Жетінші рецепт суырып ауырған тістің орнынан қан, яғни тісті суырып алғаннан кейін орнынан қан тоқтамай қойса 3 грамм кептірген жауын құртпен 3 грамм күйдірген ашу тасқа аздап жұпар қосып ұнтақтап, ұнтақты дымқыл дәкеге жағып қан шыққан жерге басады. Пайдалану мөлшері 5 граммнан 9 граммға дейін. Ішу үшін жағуға өзіндік басқа мөлшері болады. Жібек қараған Шыңжаңның оңтүстігіндегі аймақтарда қолдан өсіріледі. Қарағанның қабығы, гүл шашағы және жаңадан ашылған гүлі дәрі болады. Ем болатын аурулары жүйкені тыныштандырады, қанды жүргізіп ауырғанды басады, сүйек тарамыстарын күшейтеді. Бірінші, жүйке әлсіздігінен ұйқы қашқанда 15 грамм жібек қараған қабығы мен 6 грамм шұғынықты суға қайнатып ішеді. Екінші рецепт өкпенің іріңді ісігіне 3 грамм жібек қараған қабығын 15 грамм көк асқабақ дәнін суға қайнатып ішеді. Үшінші рецепт жүйке әлсіздігіне жүрек қалыпсыз соққанда, тыныс алу қиындағанда, бас айналғанда жібек қараған тамырынан 30 грамм, ақ шұғынықтан 30 грамм, сырдан 1 грамм қосып талқандап, мұндағы сыр деген химиялық элемент мына күлгін түсті минерал минерал тас. Осы сырдан 1 грамм қосып талқандап 1 граммнан күніне 3 рет ішеді. Төртінші рецепт тамақ жұтқыншақ ауырғанда 9 грамм жібек қараған гүлін қайнаған сумен шылап ішеді. Бесінші рецепт жығылып жарақаттанғанда 100 грамм жібек қараған қабығын талқандап 6 граммнан күніне 2 рет ішеді. Алтыншы рецепт асқынған жараға 15 грамм жібек қараған қабығын, 30 грамм үшқат гүлін, 15 грамм қызыл шұғынықты суға қайнатып ішеді. Пайдалану мөлшері қабығынан 6-12 грамм, гүлінен 3-9 грамм,